Мен Нұрғалиева Баян Қабидешқызы номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектеп кешенінің бастауыш сынып мұғалімімін. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болу керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайталап, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез боп қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғаттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Абай Құнанбайұлы 31-ші қара сөзі. Мен осы Абай Құнанбаев шығармашылығының эстафетасын бастауыш сынып мұғалімі Құдайберген Гүлім Төлеутайқызына жолдаймын.